Қазақстанда құқық қорғалмайтын бір ғана халық бар. Ол қазақ халқы. Қылмыскер ұлтына қарамастан заң бойынша жазалануы керек. Егер жер бетінде шайтанға сенетін күн туса да, орыс пен Қытайға сенуге болмайды. Жер бетіндегі ең соңғы орыстың өзі орыс болудан бас тартып, ағылшынша сөйлеп кеткенде ең ақылды қазақ немересіне орыс тілін үйретіп жатады. Қазақ билігі шеттен келетін жаудан емес, ішкі жаудан қорқады. Сондықтан ішкі сақшылардың саны армиядан көп. Билік назарындағы бірінші жау қазақ халқы. Ұлы орыс халқы деп тек қазақтар айтады. Қазақтар орыстарды орыстардың өзінен арман жақсы көреді. Қазақ сынды кең, дархан халықпен шығыс алмағандар, жер бетінде ешкіммен де шығыс алмайды. Қазақ жастары қорлық зорлық көріп жатқанда үнсіз қалғандар, ұлт жауы, мұнапифтер, шайтандар. Барлық диктатордың қорқынышы, халқының саяси сауатты болуы. Қылмыскер ұлтына қарамастан заң бойынша жазалануы керек. Мықты билік, әлсіз халық диктатура, әлсіз билік, мықты халық демократия.